Әлеуметтік масылдық қалыптасады, несиесін төлей алмағандардың мәселесі талқыланады. Қазақстанда 1,5-2 миллиондай адам банкрот болуы мүмкін, өйткені қарызын төлей алмай отырған жеке азаматтардың саны осыған таяу. Қазақстанда еңбекке жарамды халық саны 9 миллионды құрайды. Оның 6,2 миллион екінші деңгейлі банктерден кредит рәсімдеген. Несие бюросы бүгінгіде 1 миллионнан аса азаматтың несие өтеу мерзімін бұзғанын растап отыр. Оған негізінен жұмыстан шығып, не жұмысқа жарамсыз болып қалу жайттары себеп. Әлеуметтанушылардың пікірінше, бүгінгіде азаматтардың басым бөлігінің қаржылық жағдайы нашарлаған. Жеке тұлғалардың банкроттығы туралы мәселе 2014 жылдан бері көтеріліп келеді. 2015 жылы парламент әзірлеген арнаулы заң біраз талқыға түскен. 2016 жылы үкіметтің сүзгісінен өтпей аяқсыз қалды. Ал бұл жолы президенттің пәрменімен қаржы министрлігі халықаралық тәжірибені ескеріп, заң жобасын қайта әзірлеген. Құрылған жұмыс тобы қыркүйек айынан бастап заң жобасын белсенді түрде талқылап келеді. Дегенмен кредитін төлей алмағанның барлығына рақымшылық қолданылмайды. Қазір жоба мәжіліс қарауына жіберілген. Банкрот деп тануға 6 ай мерзім жеткілікті. Борышкер санатындағы несиесін 5 жыл төлемеген азаматтар әрине бірінші кезекте осы тізімге бір өтінішпен қосыла алады. Жеке тұлғаның басқа да бейресми кірісі болуы мүмкін. Ол бойынша сот орындаушылар жұмыс істеген ескеру керек. Үйлестірушілер берген 1,5 миллион адамның 90 күн ішінде төлем жасамауы әлемдік тәжірибеде қалыпты дүние. Менімше 100 мың адам ғана бұл мүмкіндікті пайдалана алады деген болжам бар, дейді мәжіліс депутаты Юрий Ли.